Мен Қызылорда облысы Жалағаш ауданында Теңбек Шүкенов атындағы номері 123 мектеп лицейінің 9 сынып оқушысы Қонысбай Бағжан, жетекшім Намурадин Айсана. Номинациям «Отаным қасиетті туған жерім». Осыған орай таңдап отырған тақырыбым ерікті болу жүректің ісі. Жобамның мақсаты жаңа еріктілер жасақтарын құру және дамыту, сонымен қатар бос уақытты ұйымдастыру бойынша балаларды белсенді қызметке тарту және де салауатты өмір салтын насихаттау. Жобамның міндеттері балалар мен жастардың назарын өзекті мәселелерге аудару және де олардың әлеуметтік шығармашылық белсенділіктерін дамыту. Жалпы еріктілік дегеніміз ол ақшалай сыйақыны талап етпестен, яғни қоршаған ортаға жақсылық жасау, қоғамға өзіңнің пайдаңды тигізу. Сонымен қатар біз еріктілікті, яғни қазақ халқының осы ежелгі асар деген дәстүрінің заманауи көрінісі деп те айта аламыз. Жалпы өздеріңіз білетіндей, еріктіліктің 7 бағыты бар. Ол 7 бағыт: білім, сабақтастық, саулық, таза Қазақстан, асыл мұра, қамқор және үміт. Осы біздің мектебіміздің оқушылары, яғни ерікті оқушылардың осы 7 бағытқа байланысты жасаған жұмыстарын біз Instagram, Facebook секілді әлеуметтік желілерге салып отырамыз. Бұны салудағы біздің басты мақсаттарымыздың бірі осы жаңағы еріктілікті қалған балаларға насихаттау, сонымен қатар осы еріктіліктің қоршаған ортаға, яғни адамдарға қандай қуаныш алып келетінін көрсету. Сонымен қатар осы еріктілік, яғни жақсылық істерді жасау үшін қомақты қаражат керек емес екенін осы оқушыларға, балаларға жеткізу. Біздің мектебімізде сонымен қатар Жүргенов хабаршысы деген, яғни осы 2 ай сайын шығып отыратын, жағымды жаңалықтармен бөлісіп отыратын газетіміз бар. Яғни бұл жерде біздің осы 2 айда, яғни мамыр айы мен қыркүйек айында мұғалімдердің немесе оқушылардың жеткен жетістіктері туралы баяндалады. Біздің мектебіміздің оқушылары тек қана аудандық, облыстық және республикалық көлемде емес, халықаралық деңгейде де өздерін жақсы жағынан көрсетіп, мектептің дәрежесін асқақтатуда. Мектебімізде Мәңгілік еріктілер мектебі 2020 жылдың қаңтар айында құрылған болатын. Жобамыздың бағыты еріктілер мектебі өңіріміздегі барлық ерікті жастар арасында өзара достық қарым-қатынасын нығайту, сонымен қатар қоғамға пайдалы нақты міндетке шақыру болып табылады. Біздің еріктілер мектебінің жұмыстар жинағында, яғни осы жобамыз аясында атқарылатын шаралардың жоспарын беріп қоямыз. Сонымен қатар біздің жинағымызда осы еріктілікті дамытудың 7 бағытына байланысты біздің мектебіміздің ерікті оқушылардың жасаған жұмыстары бар. Еріктілердің рөлі айрықша. Бүгінде олар қоғамның түрлі саласында белсенді жұмыс істеп жүр. Қазақстанда 2020 жыл еріктілер жылы болды. Біраз шаруа атқарылды. Ерікті болу үшін ерікте жігер де керек. Біздің осы тәуелсіздік ұрпақтары деген жоба 2021 жылы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен өткізілген болатын. Ол жоба бойынша осы Қазақстанның көлемінде 30 жеңімпаз анықталған болатын. Бұл жобаның мақсаты, яғни еріктілер жасақтарын көбейтуге және де оны дамытуға жағдай жасау, олардың осы балалардың әлеуметтік және шығармашылық белсенділіктерін дамыту, балаларға қосымша білім беру болатын. Нәтижесінде Теңбек Шүкенов атындағы номер 123 мектеп лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі, яғни менің жетекшім Намурадин Айсана Қанатқызы осы медиа бағыты бойынша 3 миллион теңгенің грант иегері болған болатын. Жоба барысында осы мектебіміздің ішінен коворкинг орталығы ашылып, осы біздің Мәңгілік еріктілер мектебінің жұмыстары сонда өткізілетін болды. Коворкинг жайлы толық ақпарат алғыларың келсе, мынау тұрған QR кодқа камераны сканерлеу арқылы біздің Instagram парақшамызға өте аласыздар. Онда біз осы коворкингте жасалған өткізілген шаралар туралы, яғни толық ақпарат беріп кеттік. Практикалық бөлім, яғни бұл жерде біздің жетекшімізбен бірге осы жобаға дайындалу барысында өзімізге жинаған тәжірибемізбен бөлісіп, осы практикалық бөлімге қойған болатынбыз. Мен өзіме жаңадан қосымша тәжірибе жинау мақсатында аудандық жастар ресурсы орталығының директоры Амандық Нұржанмен сұхбаттасқан болатынмын. Сонымен қатар біздің мектебімізде 14-15 жас аралығындағы балалардың сауалнама жұмыстарын жүргіздім. Ол сауалнаманың ішінде сіз еріктілікпен айналысасыз ба, сіз еріктіліктің 7 бағытын білесіз бе, немесе өз өлкеңіздегі еріктілер топтарын білесіз бе деген секілді сұрақтар қойған болатынбыз. Оның көбіне балалар я еріктілікпен айналысамын, немесе айналысқым келеді деген өздерінің пікірлерін білдірген болатын. Қорытындым: ерікті болу ерлікпен тең. Сөз соңында айтарым, еріктілердің ерен еңбегі ақталып, азаматтық қоғам дамуында белсенділік жаңа деңгейге көтерілетініне сенімім мол. Әрбір қазақстандықтың бойында белсенді өмір сүруге дағды қалыптасса, бізге алынбайтын асу жоқ. Менің ұсынысым, өңірімізде жаңа еріктілер жасақтары құрылса деймін. Сонымен қатар басқа мектептерде бос уақытты тиімді пайдалануға, яғни бос уақытты ұйымдастыру бойынша
балаларды белсенді қызметке тартуға арналған коворкинг орталықтары ашылса деймін. Себебі осы жастар орталықтарында коворкинг орталықтары бар, бірақ көптеген мектептерде ол жоқ. Осы коворкинг орталығы балалардың өздерінің әлеуметтік шығармашылық белсенділіктерін дамытуда ол ықпалы зор. Осы сынды салауатты өмір салтын насихаттауға, бұқаралық спортты дамытуға бағытталған шығармашылық байқаулар жиі ұйымдастырылса екен деймін.